Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге тапанжи тағамын бірге жасаймыз. Ыдысқа майды құйып алып, үстіне қантты себеміз. Ең алдымен қантты себуіміз керек, себебі тауықтар әдемі қызарып пісу үшін. Қантты осылай карамель болғанға дейін қыздырып аламыз. Біз осылай қантты қызартып алды, үстіне тауық етін саламыз. Тауық етін салғаннан кейін үстіне тұз себеміз. Қанттың әсерін көрдіңіздер ме? Бізде осылай тауықтарымыз қызарып, сарғайып, әдемі түр береді. Үстіне тауық етіне чеснок пен пиязды салып, біраз уақыт қуырып аламыз. Тауықты біраз уақыт қуырып аламыз. Қуырғаннан кейін үстіне картопты саламыз. Тапанжидың арнайы приправалары болады. Сол дәмдеуіштерді алып саламыз. Үстіне су құямыз. Қақпағын жауып, біраз уақыт картопты пісіріп аламыз. Бізде тағамымыз осылай пісіп жатыр. Картопты салғаннан кейін сіздер тапанжидің астында тұратын жаймасын пісіріп алсаңыздар болады. Суды жеке ыдысқа қайнатып алып, үстіне тұз себеміз. Осылай өзіңізге қалаған түрдегі жайманы немесе кеспені қолдансаңыздар болады. Жайманы қолдан жайсаңыздар да болады. Менде дүкеннің жаймасы осындай, оны пісіріп аламыз. Бұл тапанжидің астында тұрады. Негізінен тапанжидің астында осылай жайма болады. Картопты толығымен піскеннен кейін үстіне болгар бұрышын саламыз. Болгар бұрышын қатты қайнатпаймыз, себебі езіліп кетуі мүмкін. Міне бізде тапанжидің жаймасы пісті. Табаққа алып, ең астына осы жайманы салып аламыз. Үстіне осы картоп, болгар бұрышы және тауықты барлығын салып шығамыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Үстіне қалауларыңыз бойынша аскөк сепсеңіздер болады. Аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.